Жетім қыздың аты Айсәуле еді. Бұл есімді оған ешкім дауыстап айтпайтын. Өйткені базарда есім емес, баға маңызды болатын. Таңғы салқын әлі кетпеген. Мал сатылған, киім ілінген, ал бір бұрышта үнсіз отырған адамдар. Айсәуле солардың ішінде. 17-ге енді толған, бірақ көзі әлдеқашан ересек еді. Жетімханадан шыққалы 3 ай. Ал бұл 3-ші базар. Жұмысқа ғана деген еді делдал. Үй тазалайды, ас істейді. Айсәуле сенді. Себебі сенбеске амалы жоқ. Сол күні олар келді. Бай қожайын үнсіз, ауыр көзді. Қасында әйелі әдемі, бірақ жанары суық. Қызға ұзақ қарады. Малға қарағанда емес, сынған тағдырға қарағандай. Мынау жарайды деді әйел. Әлсіз деді еркек. Әлсіздер жақсы көнеді деп жауап берді әйел. Саудаласты. Айсәуле сол сәтте адам емес, зат екенін түсінді. Бірақ жыламады. Жыласа арзандап кететінін білді. Үй үлкен еді. Тым үлкен. Тыныш, алғашқы күндері бәрі жақсы болды. Тамақ бар. Төсек бар. Ұрған жоқ. Айсәуле соған шүкір деді. Бірақ 3-ші түнде бай қожайын шақырды. Мұнда кел. Даусы қатты емес. Бірақ қарсы сөз айтатын дауыс емес. Күндіз әйеліме қызмет қыласың деді ол жай ғана. Айсәуле басын изеді. Ал түнде ол кідірді. Маған. Бұл сөздің артында не тұрғанын Айсәуле толық түсінбеді. Бірақ жүрегі суып кетті. Көнбеске амалың жоқ деді ол сөзін аяқтап. Базарда тағы да сатылғың келмесе. Сол түні Айсәуле алғаш рет өз денесінен ұялып, өз тағдырынан қорықты. Бірақ қашпады. Қайда барарын білмеді. Терезеден ай көрінді. Айда үнсіз. Дәл өзі сияқты. Жетім қыздың тағдыры сол түні 2-ге бөлінді. Бірі тірі қалғаны. Екіншісі ішінде үнсіз өлгені. Қожайынның әйелі таңды ерте қарсы алатын. Айсәуле оны алғаш рет күн сәулесі түспеген ас бөлмеде көрді. Үстінде қымбат шапан, шашы жинақы. Бірақ жүзінде жылылық жоқ. Салқын еді. Өте салқын. Атың кім? Деп сұрамады. Сен деді ғана. Мұнда сен деген біреу ғана бар. Айсәуле басын изеді. Үндемеді, үнсіздік оның жалғыз қорғаны еді. Ережені біл деді әйел. Таң намазына дейін тұрасың. Үйді жинайсың. Менің киімімді дайындайсың. Көзіме тік қарамайсың. Артық сөз айтпайсың. Ол бір сәт тоқтап қыздың жүзіне үңілді. Ал түнде не болатынын сұрама. Ол сенің ісің емес. Айсәуле сол сәтте түсінді, бұл үйде бәрі біледі. Бірақ ешкім айтпайды. Күндер өте берді. Айсәуле үйренді. Үйдің әр бұрышын, әр сықырын жаттап алды. Бірақ ең қиын нәрсе әйелдің көзқарасы еді. Ол ұрмайтын. Айқайламайтын, тек кейде ыдысты дұрыс жумадың деп табақшаны қайтадан қолына ұстататын. Еденде із қалды деп қайта сүргізетін. Сенің күлгенің артық деп айнадан алыстататын. Бұл ұсақ нәрсе сияқты. Бірақ күнде адамды іштен қажытатын. Бір күні әйел кенет сұрады, түнде жыладың ба? Айсәуле не дерін білмеді. Жалған айтса өтірікші. Шын айтса әлсіз. Жоқ деді ақырын. Әйел жымиғандай болды. Бірақ ол күлкі емес еді. Дұрыс, бұл үйде жылауға тек бір адам ғана құқылы. Ол мен. Сол кеште Айсәуле өз бөлмесіне кіріп есікті ішінен жапты. Кішкентай бөлме. Терезесі темір тормен. Ол алғаш рет тізесін құшақтап отырды. Мен жаман қыз емеспін. Мен тек тірі қалғым келеді деп ойлады. Түнде қожайынның даусы тағы естілді. Есіктің ар жағынан. Кел, бұл сөз бұрынғыдай қорқынышты емес еді. Одан да қорқыныштысы үйреніп бара жатқаны. Айсәуле сол түні айнаға қарады. Айнадан бір қыз қарап тұрды. Бірақ ол бұрынғы Айсәуле емес еді. Көзінде сұрақ азайып, мойынсыну көбейген. Ал базардағы жетім қыз ішінде ғана қалды. Түн бұл үйге жай ғана келмейтін. Түн бұйрықпен келетін.
Айсәуле кешке дейін шаршап жүрсе де, түнде ұйқы келмейтін. Себебі ол ұйқы емес, шақыруды күтетін. Есіктің сықыры. Ауыр қадам. Қысқа ғана сөз. Кел, ол әр жолы тұрар алдында бір сәт кідіріп қалатын. Мүмкін бүгін емес шығар. Бірақ есік ашылатын. Қожайын көп сөйлемейтін. Сұрамайтын, сезім көрсетпейтін. Оның үнсіздігі ұрып соғудан да ауыр еді. Себебі ол Айсәулені адам ретінде көрмейтінін білдіретін. Түн өткен соң таң келетін. Ал таңмен бірге қожайынның әйелі оянатын. Айсәуле таңертең ас әзірлеп жүріп, әйелдің жүзіне қарамауға тырысатын. Бірақ кейде сезетін, әйел бәрін біледі. Әр қадамын, әр түнді. Бірде әйел кенеттен, кеше кеш жаттың деді. Даусы жай ғана. Бірақ ішінде у бар. Айсәуле жауап бермеді. Саған ауыр ма? Деді тағы. Жоқ, деді Айсәуле автоматты түрде. Әйел тоқтап қалды. Ұзақ қарады. Маған да ауыр, деді кенет. Бірақ мен үнсізбін. Сен де үйрен. Сол сәтте Айсәуле түсінді, бұл үйде құрбан жалғыз емес. Бірақ әркім өз шынжырын өзі сүйреп жүр. Кей түндері Айсәуле терезеге қарап отыратын. Тордың ар жағындағы аспан еркінеді. Ал өзі тірі торда. Бір күні ол базарды түсінде көрді. Сол бұрышта отырған өзін. Қасында басқа қыздар. Кейбірі кішкентай. Кейбірінің көзі өшкен. Оянып кеткенде жүрегі қатты соқты. Мен тірімін, бірақ тірі сияқты емеспін деп ойлады. Таң атқанда әйел оған жаңа киім берді. Қымбат. Жұмсақ, мұны ки, деді. Енді сен менің ұятты айнамысың. Айсәуле сол сөзді түсінбеді. Бірақ жүрегі ауырды. Бұл үйде әр күн сынақ. Әр түн үнсіз келісім. Ал Айсәуле біртіндеп өзіне жат адамға айналып бара жатты. Қожайынның әйелі бұрынғыдан да тыныш бола бастады. Тым тыныш. Айсәуле мұндай тыныштықтың артында бірдеңе жасырынып тұратынын сезетін. Өйткені әйел енді ұрыспайтын, мін тақпайтын. Керісінше кейде өзі шақырып алатын болды. Жаныма отыр, деді бір күні. Айсәуле алғаш рет оның қасына жақындады. Әйелдің қолы суық екен. Ал көзі көзінде бір кезде өшіп қалған үміттің ізі бардай. Сен қорқасың ба? Деп сұрады кенет. Айсәуле жауап бермеді. Қорқыныш туралы айту оны мойындау еді. Мен де қорыққанмын, деді әйел жай ғана. Осы үйге келін болып түскенде. Айсәуле алғаш рет оның адамша сөйлегенін естіді. Бірақ мен үйрендім, деп жалғастырды ол. Үйренбегендер бұл үйде қалмайды. Сол күні әйел Айсәулеге айна келді. Қара, деді. Кімді көріп тұрсың? Айсәуле үнсіз қалды. Өзімді, деді ақырын. Әйел басын шайқады. Жоқ, сен менің жас кезімді көріп тұрсың. Ал бұл, ол бір сәт кідірді, бұл маған ауыр. Содан бастап әйелдің көзқарасы өзгерді. Кейде тым жұмсақ, кейде суық, ал кейде қызғанышқа толы. Бір күні қожайын Айсәулеге бұрын соңды болмағандай қатты қарады. Артық көз салма, деді қысқа ғана. Айсәуле сол сәтте түсінді, әйел бірдеңе айтқан. Түнде шақыру бұрынғыдан ертерек болды. Ал таңертең әйел, енді сен менің жанымда ұйықтайсың, деді. Қызметші бөлмеде емес. Бұл қамқорлық емес еді. Бұл бақылау. Айсәуле сол түні төбеге қарап жатып ойлады. Мен бұл үйде біреудің орнына жүрмін. Ал орны бар адамды бір күні алып тастайды. Үнсіз қызғаныш дәл солай басталады. Айғайсыз, көз жассыз. Бірақ қауіпті. Айсәуле қашуға дайындалған жоқ. Оның қолында түйіншекте, ақшада, жоспарда болған жоқ. Тек шешім ғана болды. Бұл үйден тірі адам болып кету мүмкін емес деп ойлады ол. Түн ортасы ауғанда үй мүлгіп тұрды. Қожайын сапарға кеткен. Әйелі өз бөлмесінде. Айсәуле баяу тұрып есікке жақындады. Бірақ дәл сол сәтте әйелдің дауысы шықты. Қайда? Айсәуле селк етті. Бұрылды, әйел орындықтан тұрмай отыр екен.
Қараңғыда оның көзі ғана жылтырайды. Мен сені қашат деп ойламадым, деді ол сабырмен. Сен ондай емессің. Мен Айсәуленің даусы дірілдеді. Мен тек жоғалғың келеме? Деп бөлді әйел. Мен де бір кездері солай қалағамын. Айсәуле жылады. Алғаш рет. Дауыстап емес. Үнсіз менің тағдырымды қайталама, деді әйел кенет жұмсарып. Бірақ мен сені